Сәлем достар, кезек сабақ жалғастырамыз. Алдыңғы сабақта біз сіздермен L293 драйверінің көмегімен моторға хайлау деген команда беру арқылы оны алға, оны артқа жүргізе алдық. Бұл редукторлы мотордың орнына редукторлы мотор емес, постоянный моторда қоюға болады. Оны алдыңғы сабақтарда айтқан болатынбыз. Яғни двигатель постоянного тока. Бүгінгі сабақ оған арналмаған, бүгінгі сабақ осы моторға қалай плавно беріп, плавно тоқтатуға болатынын жайында сөз қозғайтын боламыз. Себебі кей жағдайда робоспортта линиямен жүретін машина болған кезде бізде солға қарап бұрылатын кезде хайлау болатын болса, ол бірден бұрылып линиядан шығып кетеді. Сол кезде бізде плавно бұрылу үшін кейде сол жақ мотордың скоростын азайтып, оң жақ мотордың скоростын көбейтіп, сондай әрекеттер жасау керектігі туындайды. Бүгінгі L293D драйвері арқылы біз сол моторға қазір плавно тоқта береміз. Соответственно, бізде мотор плавно жүріп, плавно тоқтайды. Осы әрекетті пайдалану арқылы сіздер қалағанша скоростьпен бере аласыздар. Біз сіздерге шимпорт жайында сабақ өткеніміз естеріңізде. Шимпортта мен айтқам, светодиодты плавно жағып қана қоймай, мотордың да жылдамдығын басқаруға болады деп айтқанбыз. Сол сабаққа бүгін қош келдіңіздер. Код бөлімін ашамыз. Бірінші комментарийге включение 1-2-5 вольт, включение 3-4-5 вольт деген. Бұлар 5 вольт болатын болса, high және low деген команданы қолданады. Негізінде бұл жерге біз шим береміз. Не үшін? Жылдамдықты басқару үшін. Ненің жылдамдығын? Бірінші және екінші мотордың, яғни мотордың алға және артқа жүретін жылдамдығын басқару үшін. Яғни бүгін біз 5 вольт бермейміз, оны шимпортқа жалғаймыз. Бізде қандай шимпорт қалды? Бұны біз 6-ға жалғаймыз. Түсінбеген болсаңыздар, шимпорт дейтін тақырыптағы сабақты қайталасаңыздар болады. 3 пен 4 оң жағындағы 3-ші және 4-ші моторды басқаратын питание, включение 3-4 дегенде біз 5 вольтқа емес, 9-шы шимпортқа жалғаймыз. Себебі біз 0 деген мотордың тоқтағаны 255 деген қатты жүргені дегенді білдіреді. Демек, біз бұлай жасаймыз. Пиндарын береміз. Бірінші мына жақтағы пиндарын жалғап алайық, одан кейін код жазуға кірісетін боламыз. 5 вольтты алып тастаймыз. Мынаның да 5 вольтын алып тастаймыз. Бірінші, яғни включение 1-2 дегенге біз 6-ға жалғаймыз. Включение 3-4 дегенде біз 9-ға жалғаймыз. Әдемілеп жасауға болады. Бізде просто уақытты қысқарту мақсатында айтып жатырмыз. Int сол жағы скорость деп атайық, біз оны жалғадық 6-ға. Int оң жақ скорость, біз оны 9-ға жалғадық. Скоростьті біз қалай береміз? Analog write арқылы береміз. Analog write сол жақ скоростьға біз береміз, шамамен 100 дейтін скоростьті береміз. Және де оң жақ скоростьқа, analog write OS-қа, оң жақ скоростьқа да 100 моторды береміз. Екі мотор алға қарап жүру үшін, оң жақ алға, сол жақ алға жүру үшін 3 пен 5-ке height дейміз. S2 мен O2-ні height дейміз. Digital write, S2 height, Digital write, O2 height. Біз height'те 5 вольт бергіміз келсе де, шимпорт оған 100 деген мәнді береді, біздің мотор жай айналып қалады. Осылай біз қалағанымызша скорость бере аламыз. Начать моделирование екеуі қазір бірдей жүреді, бірақ өте жай жүреді. Міне 40-47-тен бастап көтеріліп келді. Осылай бұл жерде қазір моторы бізде плавно жүріп жатыр. Максимум беретін болсақ 255 береміз. Начать моделирование. Қазір енді бұл жерде ойынша білінбеуі мүмкін, ол біліну үшін біз мына бөлікке қатты қарауымыз керек. Егер офлайн, яғни практикалық тұрғыда болғанда біздің мотор қазір барынша тез жүретін еді. Ал оң жақ және сол жақ мотордың жылдамдығын ауыстыру үшін біз ең оңайы базовый компоненттің ішіне потенциометр қолданамыз. Ал потенциометрмен біз естеріңізде болса светодиодты плавно жағы, плавно өшірген болатынбыз. Подключениесін қазір жасаймыз, бірінші кодты жаза берейік. Int под тең
аналог read, A0-ге жалғаймыз қазір. Аналог read, A0-ге. Бұның минимум мәні 0, максимум мәні 1023-ге тең, сол үшін pod дегенді аламызда mapқа теңестіреміз. Podтың үтір 0-дегі 1023-дегі мәні теңестірем 0-де 255-ге. Енді мен мына жерге аналог урайтқа скоростьқа 255 емес, потенциометрді беретін болсам, біз машинаның жылдамдығын потенциометрді бұрау арқылы анықтай алады екенбіз. Повернуть. Минусын минусқа, плюсын плюске, біреуін аналогқа жалғаймыз. Сол жақ минус, оң жақ 5 вольт красный. Ортасы A0-ге жалғанады. Бара-бара біздің жобамыз үлкен болып бара жатыр. Желтый. Болды. Енді қазір машинаның скорості бізде өте жай болуы мүмкін. Біз оны аламызда потенциометрді бұрау арқылы скорості береміз. Қазір бізде машина жүрмеуі де мүмкін, себебі потенциометр бізде 0-де тұр. Мінеке 0 болып тұр. Жай көтеремін. Скорость көбейіп жатыр. Тағы да көтеремін. До конца бұрайтын болса, біздің машинамыз өте қатты жылдамдықпен жүреді. Өшіретін болсақ, 0-ге тақап қоямыз. Машинаның жылдамдығы өшті. Осымен дәл осы әрекетті пайдалану арқылы біз машинаның скоростін басқара алады екенбіз. Осымен редукторлы моторға арналған сабағымыз аяқталды. Бұдан кейін бұл тақырыпқа өтпейтін боламыз. Өйткені алда айтылатын бірнеше тақырыптар бар. Біз уже Tinkercadқа арналған онлайн Arduino сабақтарының соңына жақындап келе жатырмыз. Сіздермен бірге болған Есенбек Құрбан. Видеода түсінбеген сұрақтар болатын болса комментарийге қалдырыңыздар. Біліп жатсақ міндетті түрде жауап береміз. Келесі сабақта жүздескенше сау саламатта болыңыздар.